Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Жақанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледж құқық негіздері және еңбекті қорғау пәнінен 4-ші курс студенттеріне арналған бейне сабақ. Тақырып: Қазақстан Республикасының меншік құқығы негіздері. Оқытушы Дүйсенгалиев Мереке Камилович. Жоспары: меншік және меншік құқығы туралы ұғым, меншік құқығы және меншіктің түрлері, меншік құқығын иемдену тәртібі, меншік құқығының тоқтатылуы, меншік құқығын қорғау, мемлекеттік меншік құқығы. Меншік және меншік құқығы туралы ұғым. Адамзат дамуының қандай да болсын тарихи кезеңдеріне көз жүгіртіп қарайтын болсақ, меншік мәселесі бірінші орында тұратындығын аңғарамыз. Меншік адамзат қоғамында мәнді құбылыс. Ол адамның өмір сүруінің негізі болып табылады. Жеке меншіктің пайда болуы ежелгі Грекияда, ежелгі Римде, тағы басқа елдерде сол сияқты мемлекеттердің қалыптасуы мен даму бағыттарын айқындады. Қазақтың әдет-ғұрып заңында жерге жеке меншік құқығы болған жоқ. Жеке меншікте тек мал мен мүлік болды. Меншік құқығын бекіту үшін малдың құлағына ен салатын. Бүгінгі түсінік бойынша меншік құқығы дегеніміз субъектінің заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын, өзіне тиесілі мүлікті өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билік ету құқығы. Меншік құқығы мүлікті меншіктенуге қатысты қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар жүйесі. Заңнамалық тұрғыдан жан-жақты қамтамасыз етіліп, меншігіне бекітілген мүлікті меншіктенушінің өз қалауы мен мүддесіне орай иелену, пайдалану және оған билік ету мүмкіндігі, сондай-ақ өз шаруашылығының үстемдік аясына өзгелердің араласуына жол бермеу мүмкіндігі. Меншік құқығының иелену, пайдалану, билік ету құқықтары. Иелену дегеніміз меншіктенушінің мүлікке деген шаруашылық үстемдігі, яғни мүліктің иесіне заң жүзіне бекітілуі. Пайдалану құқығы дегеніміз мүлікті іске асырып, пайдаға жарату. Билік ету құқығы дегеніміз құқықтық әрекеттер жасау арқылы мүліктің тағдырын белгілеу. Меншік түрлері, яғни біздер білесіздер, меншік, мемлекеттік меншік және жеке меншік. Меншік құқығын иемдену тәртібі. Меншік құқығының пайда болу негіздерін бастапқы және туынды деп ажыратуға болады. Бастапқы негізде бұрын ешкімнің меншік құқығында болмаған мүлік жатқызылады. Яғни жаңа салынған үй, олжа, қараусыз жануарлар, тағы басқалар. Туынды негіз мүліктің бір тұлғадан екінші тұлғаға өтуі негізінде пайда болған меншік құқығы, мысалы, келісім бойынша жасалуы мүмкін. Сату, сатып алу, айырбастау, сыйлау. Қазақтың әдет-ғұрып заңында бірінші болып жерді басып алу құқығы болған. Яғни кімде-кім бірінші болып қыстаудан көшіп жаңа жерге орнығып алса, жайылым мен суат соның меншігі болып саналған. Бұл құқық табиғи суаттарға ғана қатысты. Ал жасанды суаттарға, құқықтар мен толғандарға меншік құқығы осыларды жасаған адамдарға байланысты анықталған. Меншік құқығының тоқтатылуы қай мезгілде тоқтатылады? Меншік құқығының тоқтатылуы өз еркімен және мәжбүрлі түрде жүзеге асырылады. Мүлікті өз еркімен басқа тұлғаға беру, сату, меншік құқығынан бас тарту, мүлікті жою және тағы басқалар. Мәжбүрлі түрде меншік құқығын тоқтату, тәркілеу, реквизиция, иесіз мәдени немесе тарихи маңызы бар мүліктерді сату, алу және тағы басқа негізде жүргізіледі. Меншік құқығын қорғау. Егер меншік құқығы бұзылса, немесе бұзылуы мүмкін болса, онда меншік иесі өз құқығын қорғауға жүгінеді. Меншік құқығы екі жолмен бұзылуы мүмкін. Меншік иесіне өз мүлкін қолдануына және иелік етуіне кедергі жасау. Бірінші жағдайда меншік иесі құқық бұзушыға бөтен біреудің иелік етуіне өз мүлкін алу туралы виндикациялық талап қояды.
Екінші жағдайда меншік иесі өз мүлкін қолдануға және иелік етуге тосқауыл болатын заңсыз кедергілерді жою туралы заң бұзушыға негаторлық талап қояды. Виндикациялық талапқа сай, меншік иесі өз мүлкін бөтен біреудің заңсыз иелік етуіне қарсы талап қояды. Виндикациялық талап қойылғанда мүліктің жаңа иесінің иеленуші адал немесе адал емес екендігі анықталады. Негаторлық талап бұл мүлік иесінің үшінші тұлғаға мен құқығын дұрыс жүзеге асыруға кедергі жасайтын бөгеттерді туралы талабы. Мемлекеттік меншік құқығы. Мемлекеттік меншік құқығы дегеніміз мемлекеттің заң актілерімен танылған және қорғалатын, өзіне тиесілі мүлікті өз қалауы бойынша иемдену, пайдалану және оған билік ету құқығы. Меншік құқығының мазмұны құқықтар мен міндеттердің жиынтығымен анықталады. Меншік иелерінің өз құқықтарын жүзеге асыру көлемі мен шектері, оларды қорғау кепілдіктері заңмен белгіленеді. Конституцияның 6 бабының 2 тармағы бойынша, яғни мемлекеттік меншік объектілерінің бірден-бір меншік иесі ретінде азаматтық құқықтарды сондай-ақ міндеттерді жүзеге асырудың шектері мен қорғауды заң арқылы өз үшін өзі анықтайды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі жүздескенше.